Қоғамда жат діни ағымдардың ықпалы әлі де өзекті болып тұр. Әсіресе оның қатарында жүрген кейбір қарагөз бауырларымыздың бойынан отаншылдық рухтың, ұлттық сана сезім мен салт дәстүрімізге деген сүйіспеншіліктің көрінбеуі көпшілікті ойландырады. Ең алдымен жат діни ағымдардың идеологиясына назар аудару қажет. Оның көпшілігі адамның туған жеріне, ұлтына, тарихи тамырына емес, тек өздерінің тар шеңбердегі түсінігіне негізделген сенімін алға тартады. Олар ұлт, мемлекет, отан сияқты ұғымдарды екінші орынға ысырады. Бұл идеологияға бір маталған адам біртіндеп өзін осы ұлттың ұлы екенін ұмытып, халық алдындағы жауапкершілігін естен шығара бастайды. Екіншіден, жат ағым қатарындағы жандар үшін ислам дінінде жоқ салт дәстүрдің бәрі харам. Өзінің ата-бабасы ұстанып келген мыңжылдық ғұрыптың бәрін құрдымға итере салады. Тіпті бұл салттар ұстанымы мен ұғымы жағынан дінмен үндесіп жатса да, оның мән маңызына ой жүгірте бермейді. Нәтижесінде адам өз халқының рухани негізінен ажырап, тамырсыз күйге түседі. Тамырсыз адам бойында патриотизмнің де әлсірейтіні белгілі. Үшіншіден, жат ағым өкілдері үшін зайырлы мемлекет дінсіздік, оның заңына бағыну, мемлекеттік рәміздерін құрметтеу және оны қорғау дұрыс емес. Тіпті әскерге барудан да бас тартады. Әнұран шырқалса, қолды жүрек тұсына қою дінге жат. Әрине, олардың ойынша, бұның бәрі қоғам үшін аса қауіпті көзқарас. Шын мәнінде, осы айтылғандар жат діни ағымның мемлекет пен қоғам үшін қаншалықты қатерлі құбылыс екенін танып білуге жеткілікті. Бұдан олардың түпкі мақсаты да айқын аңғарылады. Ол ел ішіне іріткі салу арқылы түбінде мемлекетті құлату. Мемлекетшіл, отаншыл, ұлт жанды адамның міндеті ел іргесін шайқағысы келген әрбір зұлым күшке қарсы тұру. Жат діни ағымдармен күресу де өзін патриот санайтын әрбір жанның қасиетті борышы. Тиімді әрекеттің тетігі алдын алу, ал салдармен күрестің соңы өкінішке апарып соқтыруы мүмкін.